Қала әкімі Мұрат Әйтенов жолдауда айтылған бастамалар тұрғындардың әл-ауқатын көтереді деп отыр. Сондықтан барынша жолдауға қолдау көрсетіп, жұмыла жұмыс жасау керек деп санайды. Яғни еліміздің келешегі үшін әрбір азамат президент тапсырмасын нақты орындап, жүйелі жұмыс жүргізсе, жаңа Қазақстанды құруға мүмкіндік бар дейді. Мемлекет басшысы өзінің 5 бағыттан тұратын жолдауында экономиканың өсуіне қатысты бірінші кезектегі басымдығы, яғни ел экономикасын дамыту, саяси және әлеуметтік экономикалық салалардағы реформаларды жалғастыру мәселелеріне тоқталды, нақты тапсырмалар берді. Мемлекет басшысы өз жолдауында нарықтық тұрақсыздық, бағаны өсуі, құрылыс және аграрлық секторларды дамыту, жерді игеру, салық мәселелері, ұлт денсаулығын сақтау жолындағы жаңа бастамалары мен тың реформаларды жүзеге асырудың қажеттігіне баса назар аударды. Жиында Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалының атқарушы хатшысы Жанар Бектаева баяндама жасады. Оның айтуынша жолдауда көптің көкейінде жүрген келелі мәселелердің жауабы бар. Өйткені мемлекет басшысы түрлі салаға нақты тоқталып, елдің әлеуметтік жағдайына аса назар аударған. Сондай-ақ осы жылы өтетін президент сайлауы да саяси нақты қадам деп отыр. Алдағы сайлаудың болатынын айтудың өзі нағыз демократияның көрінісі. Бұл халықтың сенімін арттырады және реформаларға жол ашады. Сондай-ақ саяси сенімді күшейтіп, билікке деген оң көзқарасты нығайтады. Мемлекет басшысының президенттік мандатын 7 жылдан бір мерзімге қысқарту туралы ұсынысы үлкен саяси жаңалық және құптарлық қадам. Президенттің бұл ұсынысы талайға ой салды. Өйткені өмірлік тәжірибенің сабақтары бәрімізге мәлім. Сонымен қатар басқосуда қалалық мәслихат хатшысы Бахадыр Нарымбетов те сөз алды. Ол президент бастамаларын қолдап қана қоймай, түпкі мән мағынасына үңілуге шақырды. Яғни жолдауда айтылған әрбір сөз қазақстандық тұрғын үшін болашаққа бағдар береді деп отыр. Сонымен қатар баяндамашы баланың болашағын қамтамасыз ету уақытына тоқталды. Қазіргі кезде бала туылғаннан мемлекет ана мен баланың денсаулығын қорғайды, әлеуметтік көмек береді. Бала кейін балабақшаға барады, мектепте оқиды, кейін университет немесе колледжға грант береді. Сосын 18 жасқа толғанда жаңағы ұлттық қордың есебінен қомақты қаржы алады. Бұл деген мемлекеттің әлеуметтік өзінің мойнына алған міндеттерін орындалуы. Көптен бері айтылып отырған жаңағы біздің қазба байлығымыздың, ұлттық байлығымыздың, біздің несібеміз қайда деп жүрген азаматтардың жан айқайы, мынау мемлекет қазір басшысы осындай қадамға барып отыр. Осыны дұрыс түсіндіру керек. Бірақ бұл деген сөз масылдықты дамытпау керек, масылдықты қолдамау керек. Әйтеуір бізде дүниенің байлығы бар, жер асты байлығы бар, ертең бізді соның арқасында біз бағамыз, өсеміз, өнеміз деген ол жалған. Жиын соңында шаһар басшысы қатысушыларға жолдауда айтылған бірнеше тапсырмаларды міндеттеді. Әр салаға қатысты жоспар түзіліп, кестеге сай жұмыс жасауды тапсырды. Нұргүл Жолымбетова, Антон Семенов, Нарньюс.